Барлықтарына ассалаумағалейкум. Бүгін біз тағы да линияға шығып заказдар жасайтын боламыз. Ең бірінші заказымыз Садықханға түсіп тұр екен. Мынандай шлеммен түсіреміз бүгін видеоны. Алдында видео регистратор бар. Мына жерге телефонды орнатамыз. И жолды түсіретін боламыз. Видео барысында машиналардың арасынан өтіп, жол ережесін бұзбай жақсы бір контент түсіретін боламыз бүгін. Бізбен бірге болып каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Видеоның соңында қанша табыс тапқанымызды көрсететін боламыз. Алғашқы тапсырысымыз мынандай дәрілер болды. Осыны қазір Айша бибінің ар жағындағы ауылға апаратын боламыз. Ал кеттік ендеше, бізге сәттілік. Екінші заказымызды алдық. Мынандай кілт болды. Осы кілтті апарып береміз қазір. Микрорайон Алатау. Кеттік. Біздің төртінші заказымыз, үшінші заказымыз памперс болған. Мына жақтан короче заказды алып кетіп баратық. Ал кеттік, сәттілік ендеше. Кеттік. Оптикадан мынандай стеклолар алдық. Міне мынау магазиннен осы жақтан алдық. Енді осыны қазір апаратын боламыз. Қазір. Мынау біздің 5-ші заказымыз. Номер 6-шы заказ. Сумнан. Осыншы заказымызды алдық. Енді осыны апарамыз қазір. 14-ші мектепке. Так, біз обедке шықтық. 6-шы заказдан кейін 2 слоеный самса алып алдық. Одан кейін мынандай бір киіз алып алдық.
0,5. Осыны ішіп аламыз да, дәл заказ ұрамыз. Сақ заводқа алып келгенбіз заказды. Арзанда тамақ ішпей шыққанбыз. Сол завтрак пен обед бірге болайын деп тұр ғой. Мощный екен слоеный самсалар. Кезек заказымыз мынандай бургер алып келдік. Департаментке алып келдік. Бізде 520 теңге шықты. Енді дәл қазір линиядан шығып 5 намазын оқып аламыз. Сосын қайттан линияға шығатын боламыз. Осы мен қараймда көп ойланамда, осы Алла қасиетті Құран кәрімде осы иман келтіргендердің жүректері Алланы еске алумен тыныштық табады деген аятта мен өзім ойлаймын да, ол қашан шынайы тыныштық табады? Сол Алланы таныған тыныштық табады да.
Өйткені сен бір проблемаң шешілмей жатқан кезде сен Аллаху субханаху ва тағаланың құдіреті күшті болған Алла екенін білесің да, оның құдіреті әр нәрсеге жетеді екенін білесің да, и бір қатты уайымдамайсың да. Қатты бір уайымға берілмейсің. Себебі сен білесің, сенің проблемаңды шешетін Алла бар. Алла хайырлы болса шешеді, хайырлы болмаса солай қалады. Ал сен уфауиду амри илалла, инналлаха басирун бил ибад, ісімді Аллаға тапсырамын, өйткені Алла құлдарына не керек екенін жақсырақ білуші. Соны білеміз, біз осындай аяттарға иман келтірген. Сол кезде ойлаймын да жүрек тыныштық табады шынымен. Итак, заказ номер 9. Мынандай қара пакет. Осыны қазір Ниет Галиеваның аяқ жағына апаратын боламыз. Төртінші этаждан алдық. Так, достар, бүгін біз 15-ші заказымызды Тараз аренаға алып келдік. Мынандай донер және бургер. Осы 15 заказ жасадық. Қазір сағат 19:57. Осы заказымыздан кейін тағы да 5 заказ жасап, сонымен тәмамдаймыз. Және де қорытындылайтын боламыз. Бүгіндікке қанша сумма шыққан. Жалпы Тараз аренаның іші осындай. Ал достар, бүгін біз 20 заказ жасадық. 20 заказға біз 12.664 теңге таптық. Осымен біздің видеомыз тәмам бүгіндікке. Альказардың алдында тұрмыз. Каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Келесі видеоларда мопедтерге обзор түсіретін болам. Ал жақсы, кездескенше сау саламатта болыңыздар.